Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта дайындалатын, 5 түрлі заттан дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламыз. Өте оңай, әрдәм ерекше болып шығатын салаттардың бірі. Бір жасағаннан соң қайта-қайта жасағыларыңыз келе береді. Мен өзіме ұнады, қатты ұнады. Кез келген қонаққа ұялмай қойсаңыздар, ұсынсаңыздар болады. Алдымен бізге қайнатылған тауықтың еті қажет болады. Тауықтың етін жақсылап 4 бөлшекте етіп, қайнатылған тауықтың етін 4 бөлшекте турадым. Сосын бізге тұздалған қозы құйрығымыз қажет болады. Тұздалған қозы құйрығымызды да 3-4 бөліктерге бөліп, оны да салып алдым. Сосын бізге тұздалған қиярымыз қажет болады. Тұздалған қиярымызды формасын кез келген өзіңізге ыңғайлы етіп турасаңыздар болады. Маған видео әдемі болды, әрі дәмі де ерекше болып, жегенге ыңғайлы болу үшін мен үлкендеу формада кестім. Сосын жұмыртқамыз, қайнатылған жұмыртқамызды да 8 бөлікке, 7 бөлікке бөліп турап алдым. Сосын бізге балғын қызанағымыз қажет болады. Балғын қызанағымызды да 4-5 бөліктерге бөліп, жақсылап турап алдым. Сосын майонезімізді салып, жақсылап араластық. 5-10 минут қойып қойыңыздар, сонда дәмі бір-біріне сіңеді. Сөйтіп, кез келген салатный лист қойып, әркім сәндеуін өз әртүрлі қылып, кез келген дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі деген ерекше болып шығады. Бюджетный салаттардың бірі. Мен тарелкаға салып, етін әсемдеу үшін укропты қойып қойдым. Ас болсын.